Жаңа жыл, жаңа заң. Кеше ғана әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының өзгертілген кодексі өз күшіне енді. Ережені ескермей құқық бұзған шығыс қазақстандық жүргізушілер төлейтін айыппұл жайлы. Келесі бейнематериалда. Күшіне енген кодекстерде айыппұл көлемі азайды. Абайсыздан жол ережесін бұзған жүргізушілер үшін қуанышты жаңалық. Құжаттағы түзетулерге сәйкес күндізгі уақытта көлік иесі автомобиль жарығын қосуды ұмытса, құқық қорғаушылар айыппұл салмайды, тек қана ескерту жасайды. По нарушениям зафиксировано автоматическими. Бұл жиі кездесетін құқық бұзушылықтардың бірі. Сондықтан автомобиль фарларын қоспау фактілері бойынша ескертулер жасалатын болады. Егерде әкімшілік құқық бұзушылықтар сертификатталған автомат түрде жұмыс істейтін бақылау өлшеу техникалық құралдарымен тіркелсе, онда жүргізуші айыппұлдың 50%-ын төлеу құқығына ие болды. Бұрын осындай тәсілдер қолданылмаған. Дегенмен заң бұзушылықтар назардан тыс қалмайды. Оларға берілген әрбір ескертуді тәртіп сақшылары арнайы базаға енгізеді. У нас, значит, есть заңнамалық нормаларға сәйкес ескертулер жазба түрінде шығарылады. Бізде Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінде ортақ база бар. Барлық құқық бұзушылықтар тіркеліп, кейін жүйе арқылы қайта жол ережелерін бұзған тұрғындарды айқындауға болады. Жылдамдықты шектен тыс арттыру, көлікті тұраққа қою ережесін бұзу, қарсы бағыттық қозғалыс жолағына шығып кеткен үшін жазаларда біршама жеңілдейді. Жалпы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 40 тармағына түзетулер енгізілді. Жол жүру ережесін сақтамаған жаяу адам 5 айлық есептік көрсеткіш орнына 2 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді. Тұрғындардан қайыр сұрап, балгерлікпен айналысып жүргендерге қолданылатын жазада өзгерді. по статье 449. Тұрғындардың етегіне жармасып жүргендер айыппұлдың орнына ескерту алады. Бұл кодекстің 409 тармағындағы көрсету. Жаңартылған әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес тәртіп бұзғандарды қамауға алу уақыты өзгерді. 3 сағаттан 24 сағатқа дейін өсті.